Ассалаумағалейкум қадірменді достар, қадірменді қазақ елі. Мен бүгін сіздерге жаңа заң жобасы аясында айтқым келіп отыр. Яғни алдыңғы видеомда мен сіздерге қысқаша айтқан болатынмын. Бүгін соған толығырақ тоқталсам ба деген ойдамын. Яғни жеке тұлғаның төлем қабілеттігін қалпына келтіру және банкроттық туралы заң осы заң аясында болмақ. Яғни осы заң аясында өтініш беру үшін негізгі 3 бағыт қарастырылған. Соларды атап өтейін: соттан тыс, сот арқылы және төлем қабілеттігін қалпына келтіру. Осы негізгі 3 бағыт осы. Мен осы 3 бағытқа жеке тоқталып өтейін, сіздерге түсінікті болсын. Мысалы, соттан тыс біріншісі. Соттан тысқа кімдер өтініш бере алады? Нақтылап тыңдап отырыңыздар. Банктер, микроқаржы ұйымдар мен коллекторлар алдындағы берешек сумыңыз, яғни 1600 айлық есептік көрсеткіштен аспау керек. Яғни бізде қазіргі таңда қанша 3450 теңге ме бір айлығымыз, соны осыған көбейткенде сіздің берешек сумыңыз шығады. Содан аспау керек осыдан 1600 айлық есептік көрсеткіштен. Және де екіншісі, ресми кіріс жоқ немесе ең төменгі күнкөріс деңгейінен аспайтын табыс көзі. Бұл отбасыңызды қоса алғанда. Яғни, мысалы, сіздің табыс көзіңіз 200 мың болатын болса, соны отбасыңызда қаншадан барсыз, соған бөлесіз. Соны бөлгенде кісі басына осы 36 мың 18 теңгеден асып кетпеу керек. Төмен болатын болса, сіз яғни өтініш бере аласыз деген сөз. Және борышкердің мүлкі болмау керек. Және қарыздары бойынша банкпен есеп айырысу рәсімдері жүргізілген болуы қажет. Осы негізгі шарттар осы бірінші рәсім бойынша. Және соттан тыс банкроттық ол банктер және микроқаржы ұйымдары, коллекторлық агенттіктер алдындағы қарыздары бойынша қолданылатын болады. Бұл енді жалпы бірінші рәсім соттан тыс бойынша айтып өттім. Ал екіншісіне тоқталайын енді. Екіншісі сот арқылы енді. Бұл сотпен жүзеге асырылады. Сіз сотқа өтініш бересіз, арнайы комиссиялар болады. Сол арқылы жүзеге асырылады. Егер сіздің берешек сумыңыз банағы айтылған 1600 айлық есептік көрсеткіштен асатын болса енді, онда осы сот арқылы өзіңіздің шағымыңызды қалдыра аласыз, өтінішіңізді. Және осы екінші сот арқылы өтініш беретін болсаңыз, бұл рәсім барысында берешектің мүлкі аукционға сатылатын болады. Яғни сіздің үйіңіз болуы мүмкін, автокөлігіңіз, өзге де заттарыңыз болатын болса, соның барлығы аукционға қойылып сатылады. Содан түскен қаражат қарызыңызды өтеуге жұмсалатын болады. Тек қана бір нәрсе, сіздің үйіңіз кепілде болмаса, оны ешкім тартып алуға құқысы жоқ. Үйіңізді ғана, қалған заттардың барлығы енді аукционға қойылып сатылатын болады. Ал егер қалған өтелмей қалған сумаларыңыз, ол енді есептен шығарылады. Яғни үкіметтің өзі шешеді деген сөз. Сіз төлемейсіз, яғни кредитіңізден бір жола құтыласыз осылай. Бір ескерте кетейін, мысалы, өз мүліктеріңізді өзге адамның атын ауыстыру сияқты, немесе жасыру, жалған ақпарат айту сияқты белгілері болмауы қажет. Бұның барлығы сот осы іс жүргізу барысында тексерілетін болады. Ескерте кетейін, осы соттан тыс және сот арқылы рәсім бойынша мынандай салдары бар. Яғни сіздер осы екі рәсім бойынша өтініш беретін болсаңыздар, 5 жылға дейін мысалы несие ала алмайсыздар. Және де 7 жылға дейін қайтадан банкроттыққа өтініш бере алмайсыздар. Ал үшіншісі, банкроттықтан кейін 3 жыл ішінде сіздің қаржылық жағдайыңызға мониторинг жүргізіліп отыратын болады. Бұл тек қана осы 2 бағыт бойынша салдары. Ал үшіншісі енді төлем қабілеттігін қалпына келтіру. Бұл енді төлем қабілеттігін қалпына келтіру рәсімі тұрақты табысыңыз болған жағдайда қарызды бөліп төлеу үшін 5 жылға дейінгі сот тәртібін бөліп төлеу рәсімі қарастырылады сізге. Яғни жаңадан график қояды, өзіңіз ыңғайлы ақша қояды деген сияқты ай сайынға бөліп төлеуге. Ешқандай процент болмайды, бәрі алып тасталынады. Сіздерге өте бір тиімді деп ойлаймын жұмыстағы адамдарға. Бұл процедураның бір артықшылығы, бұл рәсімді қолданған азаматтар банкрот деп танылмайды, яғни банағы сіздерге салдар жүрілмейді. Несие аласыздар қайтадан, егер банк берсе әрине. Негізгі шарттар осы заң аясында. Және де айта кетейін, бұл заң әлі күшіне енген жоқ. Ол 23-тің
2023-тің 3 наурызынан бастап заңды күшіне енеді, яғни содан кейін ғана сіздер өтініш бере аласыздар осы заң аясында. Тағы бір ескерте кететін жайт, сіздер осы заң аясында өтініш беретін болсаңыздар, кредиттеріңіз 12 ай бойына төленбеген болу қажет. Ондай да бір шарты бар, ол да негізгі шарттардың бірі. Яғни сіз кредитіңізді төлеп келіп, мысалы 5 ай болған, 4 ай болған болатын болса, онда сіздер осы заң аясында өтініш бере алмайсыздар. Соны ескеріңіздер. Енді мен жалпы осы заң аясында негізгі шарттарын айтып өттім, мен сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, лайк басыңыздар. Алдағы уақытта тағы да керекті ақпараттарды айтатын боламын. Қосымша сұрақтарыңыз болатын болса, комментарияға қоя кетіңіздер. Мен қолымнан келгенше сіздерге жауап беретін боламын. Менің каналыммен бірге болыңыздар, дамуына атсалысыңыздар. Сау болыңыздар.